жазықсыздан жазықсыз өздері. Мен Әбіләзовты танымаймын, сырттай танимын. Баяғы ДВК-шының учаскесінің 2000 жылдардан болам, өзін танимын. Бірақ та программасын қолдаймын. Осындай программаны Назарбаев шығарсын, Назарбаевты да қолдаймын. Бізге қарапайым халыққа ештеңе керек жоқ. Біздің жағдайымыз жақсарса, мына Алла ата-бабамыздың қалдырған байлығынан құртайда болса берсе екен. Міне жасым менің 60-тан кетті, үйімді тартып алды. Сот жоқ, заң жоқ. Қазір мен кредиттің үстінде отырмын. Үйім жоқ, қаңғыдым мен. 4 жыл қаңғып жүргенде, қожығың мені танитын. Кімің біреуің апа жақсылығың жақын болсын деп айтты ма? Айтқан жоқ. Неге десең, олардың жүрегі халықпен бірге емес. Қорқады. Сондықтан да мен бірақ та Аллаға шексіз рахмет айтамын. Алланың мен сүйген құлымын маған осындай сынақты беріп жатыр. Қаншама қазағымыз үйсіз қаңғып жүрсіңіз. Ертең үйсіз қаңғып жүргеніміз ештеңе емес. Ертең елсіз қаламыз. Назарбаевтың өлеңін оқыңызшы. Менің елім гүлденген. Баяғы мен Құртай күнде Түркменстанда тұрсам, Құртақанда 1-ші класстан бастап өлең айтып. Менің елім, менің жерім Қазақстаным деген. Жер қайда? Жерсіз кім болады? Мен қалай айттым, осыны шығайық, осыны көтерейік, жерімді қайтарайық деп. Мына айтқан сөз аузымен жоғарыға барады. Сондықтан да айтатыным, жерімізді қалдыруымыз үшін аузымыз бір болу керек. Мана өлеңдегі елімнің орнына жерімді қостыру керек, Назарбаевты алып тастау керек. Назарбаев сонда не қосты? Әлден айтам, Назарбаев, мен саған айтам, халықтың жағдайын жақсарт. Мынандай басымызға кредиттің бәрін салып қойдың. Енді жасың біразға келді. Енді кетсең болады ғой. Не керек саған? Кетуің керек, кетуің керек. Өзіңнің неңменен, ыңғайыңмен халқыңа кешіріміңді сұрап, сен қазір кетсең абырайлы боласың. Сондықтан айтатыным, жағдайды жақсарт. Қазір қарап отырсақ, біздің балдарымыздың бәрі бар еді ғой. Нешеті қазағымыздың жастарымыз бар, нешеті да жүр. Ана жаңа айтып отырмын, өтірікті қара. Судья кешегі сотта айтты. Мына ертең мына қағазды алып кел үшін телефоннан көрсетесің. Бүгін сол сөзін мойнына алмай отыр. Енді біз сонда не үміт, не қайыр? Бейсенбаев Ержан деген өзіме келіп қорқытты. Құдайдан бүйтіп ертең ұрам деп. Ал кім бұда істейін деді сонда. Ал енді келсе қазір жұмыста істемейді дейді. Осы жерде тұрғанның бәрін қорқытып жүр. Оның артынан да қорқытты. Құдайдың алдына барғанда мен жауап берем, мен Құдайдың алдында жоғары тұрмын деді. Енді оны бір Алла біледі ғой, бір Алланың алдына барғанда. Сондықтан мына Ержанов Бейсенбайдың ағасы КНБ-ның бастығы енді бүгін ал осындай өтіріктер жүрген жерде бізде қайдан жақсылық болады? Барлық мен әлде де айтам, бауырларым, қазақтарым, ауыз бірлік керек, ауыз бірлік. Ертең еліміз жоқ, уже Қытай кірді. Қытайды енді шығаран баяғы ата-бабамыз неден қорыққан? Қараған қаптан Қытайдан қорыққан. Ата-бабаларыңыз үшін Қытайды келтірмеу үшін ауыз бірлік керек. Әлде де сұрайтыным сіздерден, бауырларым, ойланыңдар, жан-жағыңызға қараңдар. Ауыз бірлік болайық, бір болайық. Біз бір болсақ, алтау бір болса ауыздағы кетпейді дейді ғой. Бір болайықшы. Бірігейікші менің бауырларым. Мен сізден сұрайтын тек қана сол бірігу.